Қайырлы күн баршаларыңызға. Түлкібас медиа студиясының YouTube арнасындағы құрметті көрермендер. Біздің студиямызда керемет кезекті тамаша сұхбат. Студиямыздың кезекті қонағы еліміздегі білім алу саласында өзінің орнын алған Түлкібас ауданы Юрий Гагарин атындағы жалпы білім беретін мектебінің үздік түлегі, осы соңғы уақыттағы тапсырған ұлттық бірыңғай тестілеуден 137 балды жинап топты жарған Бексұлтан Алтынай. Студиямызға қош келдің, Алтынай. Рахмет. Енді арнайы біздің ауданымызда, жалпы елімізде сонша мыңдаған түлектер мектепті бітіріп жатыр ғой, осы сынақтар тапсырды. Бірақ сондықтан арнайы осы төрімізге келіп, ауданымыздың дәрежесін көтеріп, осы еліміздің білім басқармасына, облыстық білім басқармасына біздің ауданның дәрежесін көтерген арнайы түлегіміз деп, түлектердің былайша айтқанда ең жоғарғы дәрежесін жинаған біздің түлегіміз деп арнайы төрімізге шақырып, бүгінгі сенімен керемет сұхбаттассақ деген ниетіміз бар. Енді арнайы өзіңе дайындалған еркін форматтағы керемет сұхбаттарымыз бар. Енді ең алғашқы сұрақ болсын, жалпы осы өзіңнің өмір жолың туралы айтып өтсең, және осы өзің оқыған, саған білім берген мектебің туралы айтып өтсең. Негізі менен Майтөбе ауылындағы Түлкібастағы Юрий Гагарин мектебінде оқыдым, аяқтадым, алтын белгімен аяқтадым. Және де сол кезден, кішкентай кезден бастап 11 жыл бойы білім берген ұстаздарыма да алғысым шексіз. Ең басында атап өткім келеді, әрине ата-анам да бар, қолдауы бар деген секілді. Жалпы 11 жыл бойы алған білімді 2 жылда, 1 жылда қорыта салу, барлығын ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалу негізінен қиын, бірақ артта қалды дейсің. Артта қалды барлығы. Сол кезде бітпейтін сияқты болып көрінген, 1 жыл, 2 жыл бойы қашан аяқталады екен деген сияқты ой болған. Ал қазір болды, бітті, енді басқа 4 жыл универде оқу керек, одан кейін жұмыс жасау керек деген сияқты, басқа мақсаттар, басқа ойлар деген секілді. Енді осы біз айтамыз ғой, әр жастағы тұлғаның, адамдардың өзінің ойы бар ғой. Енді былайша айтқанда 11-ші класты бітіріп жатқан оқушылардың бұл ОБТ одан кейін өмір жоқ сияқты болып елестеп қалады. Былайша айтқанда грантқа түспесең деген сияқты, одан кейін қиналамын, өмір бітіп қалатын секілді көрінеді. Енді жалпы өзің осы 137 балды жинадың, бірақ бұны қандай пәндерден жинадың? Өзің қандай таңдау пәндерің болды, сол туралы айтсаң. Мен негізінен дүниежүзі тарихы ағылшын комбинациясын тапсырған болатынмын. Ол бойынша дүниежүзі тарихынан 50 балл, ағылшыннан 50 балл, және де Қазақстан тарихы, сауаттылық, матсауаттылық деген секілді пәндер 5 пән тапсырамын жалпы. Сол дүниежүзі тарихынан мен шынымды айтайыншы 11-ші сыныптан бастап дайындалдым қарқынды, оған дейін кітаптың бетін ашып көрмеген деген айтпай қойын, бірақ енді тек мектеп программасындағы білімді ғана оқығанбыз, одан кейін оны қайталап оқымағаннан кейін есіне шығып қалады бәрібір. 7-ші кластың 6-ші класс сыныпта оқығандардың барлығын ұмытып қалғанбыз деген секілді. Басынан оқығаннан кейін қиын болды басында, бірақ болады, үйреніп кетуге де болады. Сонымен қатар мен де ағылшын бойынша IELTS тапсырдым. Қатты қиын деп айта алмаймын, бірақ дайындалған адам алып шығатын секілді. Енді бұл жаңа айтып жатсың ғой, енді тек 2 жылдан ғана осы білімді нәтижесін алып шығу 2 жыл ғана байланысты емес қой. Енді осы тек ОБТ сынақтары бар, жаңа өзің арнайы тапсыратын деген сияқты. Енді бұл тек 2 жылда емес, сенің бұрынғы жаңа бастауыштан жоғары дейміз ғой, жаңа бастауыш сыныптан жоғары сыныптарда сенің осы мектептегі ұстаздарың пайдасы тиді ме? Біреуін атап өтсең, кім мектептегі? Әрине, үлкен. Біздің енді бұл ауданымыздың көлеміндегі арна бұл, бірінші арна YouTube арнамыз. Жаңа сол ұстазыңа алғысыңды айтып, сәлемін жолдап қойсаң болады. Шынымды айтайыншы, өте көп ұстаздар, атын айтсам қазір аяқтай алмайтын шығармын. Әртүрлі пәннен, химия болсын, физика болсын, маған қатты ұнайтындар биохим таңдайын деп ойлағаным басында. Себебі жақсы оқитынмын. Ал дүниежүзі тарихы ағылшынды маған 0-ден бастау керек болды. Және таңдау болды, немесе биохим болып, нейрохирург секілді бір медицинаға кетем деп, немесе дүниежүзі тарихы ағылшын 2 шет тілі деген секілді. Сол жалпы осы 11-ші сыныпта дүниежүзі тарихынан, Қазақстан тарихынан 2 пәнді мен тапсырғаннан кейін, сол 2 пәннен жақсы дайындаған Ерлан ағайыма және де Махашев Ержан ағайыма да рахмет айтқым келеді. Бірақ одан бөлек мектептегі әрбір ұстаздың еңбегі сіңді деп ойлаймын.
әрбір ұстазды жеке атап өтуге болады. Сол жалпы негізі мектептегі ұстаздардың ең үлкен үйреткен заты кітап оқу деп айтылады. Себебі 11 класс сыныпта ұбт-ға дайындалған кезде сен 6 сағат 7 сағат бойы кітаптан бас алмай отыратын кездер болады. Сол кезде ең үлкен қабілет ол кітап оқи алу секілді. Енді мұғалімдер ең басында саған жаңағыдай былайша айтқан кезде басында тұрып кітапты оқуды үйретсе, кейін ол ұстаздар мәңгі қасымызда болмайды. Ұстазымыз жоқ кезде өзіміз сол қабілет арқылы, сол дағды арқылы кітапты оқып дайындаламыз дейсің ғой. Өзіміз дайындаламыз. Енді бұл жерде тек қана жаңағы Ержан ағайымыз бұл мектеп басшысы болғаннан кейін сол кісіге, ал онымен қоса мектептегі мұғалімдерді бөліп жармай барлығына алғыс айтамыз. Айтқым келеді, Енді жаңағы өзің таңдаған 3 пәннен бөлек қосымша 2 пән бар ғой, жаңағы өзің таңдайтын. Сол екінші ағылшын бойынша IELTS тапсырдың. Жаңағы осы тестті сол туралы айтып өтсең. Шынымды айтайыншы, IELTS-қа тапсырғанға дейін 3 жылдай, 4 жылдай дайындалу керек болды. 8-ші сыныптан, 7-ші сыныптан бастап ағылшын оқу керек болды, деңгейді көтеру үшін. Одан кейін upper intermediate-ға жеткеннен кейін IELTS тапсырдым. Уақыт өте тығыз болды, себебі қаңтар ұбт-ға дейін 1 ай ғана қалған. 1 ай қалды, Сол кезде мен 1 ай қалған кезде дайындалып тапсырдым. Жақсы, негізі 6 алдым. Нормально. Күшті, вау деген емес. Негізі мақсат 7,5 болған. Сол және де ағылшын оқитындарға үлкен кеңесім тастап кетпеу керек. 1 жыл тастап кететін болсаң, жарты жыл тастап кететін болсаң, болды, ары қарай ұмытып қаласың. Басын қайталау керек болады, грамматикасын басынан оқу керек болады. Уақытты тиімді пайдалану керек дейсің ғой. Енді бұл жерде қазір еліміздегі қай мектепте алсаң да, немесе грантқа түсуге деген мақсат бар оқушыларды алсақ та, олар тек мектепте дайындалған оқушыларды білмейміз ғой. Мысалы, тек сенен басқа да мысалы осынша ең жоғары балды жинаған оқушылардан сұрасақ, бұлар көбінесе басқа жақтан да онлайн түрде немесе офлайн барып дайындалады, жаңағы ұбт-ға, тестке өзінің таңдау пәндеріне байланысты. Сен де осы туралы айтып өтсең. Қандай қосымша білім алдың? Мен үлкен кеңес берер едім, 140 курсын, реклама емес, өзім шынымен кеңес берер едім. Мен жаздан бастап дайындалдым, мат сауаттылығын оқыдым, ағылшынды оқыдым. Жазда қыдырып, ондай ештеңе болған жоқ, 11-ші сыныптың басында. Одан кейін тамыздан бастап дүниежүзі тарихы, Қазақстан тарихын оқыдым. Және қыркүйекте қайтадан ағылшын қосып алдым. Грамматика ұбт-ға дайындайтын. Ол кезде IELTS тапсырмаған едім. Сонымен дүниежүзі тарихы, Қазақстан тарихы, ағылшын пәндерін оқып жүрдім. Сосын қаңтардан 131 алдым. Одан кейін кішкене расслабон болып кетті. Болды, демалайын, шаршадым, 131 жетеді деп ше. Сосын бізде VPS дейтін бөлім бар. Ол жақта ең үздіктерін іріктеп алады. 130-дан асқан, 120. Өзіміздің курста. Мен сол жерде VIP деген бөлім бар. VIP премиум стандарт. VIP-та оқысаң, ол жақта тегін оқисың 5 ай бойы. 5 ай бойы біз жақта 250-300 мың төлеп оқығанымызда, ол жақта тегін оқисың да 5 ай бойы. Сол жаққа іріктеліп кеттім. Сосын сол жақтағы ең мықты бір 40-50 адам болды біздің группамызда. Сол жердегі ең мықтылармен оқыдым. Олар да рекорд қойып жатыр. Бізде 139 шығарып жатқандар бар деген сияқты. Сосын кішкене расслабон болып, наурызда 130 алдым. Ладно дедім. Сосын қайтан вальс дайындалып кеттік. 25 май выпускной болды. Сосын 1-ші грант, сосын 2-ші грант. Сол. Енді бұл былайша айтқан кезде 11-ші сынып деген бұл ұбт тапсыру ғой, ең маңыздысы. Онымен қоса қосымша рәсімдері көп қой. Жаңағыдай мектеп бітіру кеші дейміз. Онымен қоса барлығы біледі ғой, барлығының басынан өткен вальс дейміз, дайындалу керек, күндіз түні, кейде күндіз ұбт-ға дайындалсаң, кешке уақытқа қарамай вальске дайындалу керек деген сияқты. Енді осының барлығын қатар алып, осынша балға жетіп отырсың ғой. Немесе жаңағы өзің достарың арасында неге жаңағыдай дайындалмайсың деген пікірлер болды ма саған деген ойлар? Немесе барлығын бірге қатар алып жүрдің ба сен? Оқуға да дайындалып, немесе жаңағыдай мектеп бітіру кештеріне байланысты? Негізінен біздің сынып бойынша қыздар жақсы оқиды, қыздар оқушылардың үлгерімі жақсы. Сондықтан қасымдағы қыздар жақсы оқығаннан кейін мен де сондай болды да. Мен де тұрысуым керек, оқуым керек деген секілді. Бірге оған да үлгердік, үйдің мамамен әңгіме етіпті, кухняда отырып шай ішіп деген сияқты. ұбт-ға да дайындалып, вальске де, мектепке де барып деген секілді. Сол. Кейде басқа оқушылардың пікірінше
ұбт тапсырмай тұрып 11 сыныпқа өткен кезде 130-дан жоғары немесе 140 балды жинау үшін тек қана барлық жаңағыдай әлеуметтік желі дейміз, барлығын удалить етіп шықты, барлығынан өшіріп күндіз-түні кітаптан бас алмай дайындалу деп түсінеміз ғой. Сондықтан жаңағы бұл сұрақты қойып жатқан себебіміз алдағы уақытта ұбт тапсыратын оқушылар немесе ұбт тапсыратын өзінің ұл қыздары бар ата-аналарға деген сенің тарапыңнан бір пікір болса деп жатырмыз. Енді жаңағы ағылшын тілі бойынша, пәні бойынша IELTS-тың жаңағы сенің оқу орнына түсуіңе қаншалықты пайдасы бар? Негізден пайдасы бар. Кейбір универлер бар, мысалға Назарбаев университеті зияткерлік, Мақсат Нарибеков деген университет бар. IELTS-ты талап етеді. 6,5 деген секілді өзінің бір шектік балдары бар. Бірақ менде Сүлеймен Демирел университетіне түсетін болғандықтан бізде ондай талап жоқ. Бірақ мен өзім үшін тапсырдым. Негізі 7,5 болса бізде академия мобильность деген бар. Қатаршасын ұмытып қалдым. Шетелге. Шетелге шығу 1 семестрге оқып қайтасың деген секілді. Ол да үлкен плюс қой былай қарап отырсаң. Сол үшін де бір жағынан ойладым. Енді бұл академиялық ұтқырлық деген бұл барлық универлерде емес қой, былайша айтқан кезде. Бұл қазір сен оқу орнына түсуіңе пайдасы енді болмаса да, бірақ жаңағыдай шетелге барып білім алуға немесе сол жақта жұмыс жасауға бұның әлемдік деңгейдегі маңызы болғанымен пайдасы бар. Енді Алтынай, саған бір сұрақ болсын, осы 137 балды жинаудың қандай құпиясы бар деген сұрақ болсын бір. Оның құпиясы вау деп айтатындай құпия емес негізі. Кішкентай кездемей ақ қойыңызшы, мектеп кезінен бастап жақсы оқу керек, бірақ оған тақалып қалған ештеңе жоқ. Жақсы оқысаң болды, жоспарға алып кетесің деген нәрсе жоқ. Жай ғана табандылықпен дайындалу керек. Тек қана берілген тестті жаттап қана қоймай, негізі ұбт-да деген жалпы мектептегі оқыған заттарыңды сұрайды. 5 класс, 6 класс, 7, 11 классқа дейін сол жерде кітапта не жазылады, соны ғана сұрайды. Кітапта жазылмаған ақпаратты мүлдем сұрамайды. Сондықтан мектепте оқығанның да пайдасы, жақсы оқығанның пайдасы бар. И одан кейін 10-11 класста, сыныпта уақытты босқа өткізбей, одан қарағанда дайындалған жақсы ұбт-ға. Кітаптың күніне бір бетін оқысаң да, күнделікті жасай беретін болсаң, оны да аяқтап қоясың деген секілді. Сол табандылықпен еңбек ету керек, осы жалпы дайындалу. Енді біз қазір осы жинаған балдың құпиясымен бөлісіп жатырық қой. Енді қазір 2025 жыл болса, осыдан бір 10 жыл бұрын деп айтайық, бір 2015-2016 жылдары ұбт-да мынандай бір, енді ондай сұрақ болмаған, бірақ бір арнайы бір негізсіз бір сұрақтар келді. ұбт-да мысал ретінде бір Абылай ханның атының неше тісі болған деген сияқты тарихтан қойылатын сұрақтар болады ғой. Сенің осы ұбт тапсырған кезде, енді бұл қазір қарасақ 140 балдан 137 бал. Осы өзің таңдау пәндерінің ішінде өзіңе бір қандай бір қызықты есте қалатын сұрақтар болды? Өте көп. Мен қателескен сұрағымды айта салайыншы. Мен дүниежүзі тарихтан 50-50 аламын деп көріп 49 алып қалдым. Қазақстан тарихтан 20-дан 19 алдым, оқу сауаттылықтан 9 алдым оннан. Бір сұрақты бір айналып келіп қайттан өзгерте салғам. Қате болып қалды, ладно, ештеңе етпес едім. Дүниежүзі тарихтан кеткен сұрағым бар. Білмеймін, қазір есіме кетпеді әлі күнге дейін қателескен сұрағым. Бірақ оның жауабын білесің қазір. Білем, конечно. Сосын мынандай сұрақ қойып, КСРО мен Финляндия арасында соғыс кезінде КСРО жаулап алған жер деген болды. Екі вариант болды, Кенигсберг и Печенек болды. Мен Кенигсбергті біліп кеттім. Бізде 20 сұрақ болады, оңай сұрақтарда, басындағы бір 20 сұрақ оңай сұрақ болады. Сол кездегі тез біліп кетеміз да. Сол кезде Кенигсбергті біліп кеттім, негізінен бірақ ол екі вариантта, екі нұсқасы сол Финляндияның жері. Финляндияның жері КСРО жаулап алған деген секілді, сол сұрақ шығар. Енді осы қазір ұбт тапсырдыңдар. Қазір енді ұбт барысында әлеуметтік желіні қалай қолдандың? Немесе оны өшіріп тастап, өзіңе бір арнайы ережелер болды ма өзіңе қойған? Негізінен мынандай ғой, тамызда нақты болды, ұбт-ға айналам, біттім деген кезде күнделікті жоспар құру керек болады. Мен 6-да мен негізі көбіне 6-да немесе 4-те тұратынмын. Сөйтіп
11-12-ге дейін ұйықтап қалуға тырысатынмын. Сол тұрған уақыттан бастап кешке дейін барлық уақытты жоспарлап қоятын. Мына кезде тамақ, мына кезде демаламын деген сияқты 5-10 минут деген секілді. Тек осы 11-ші сыныптың жылдың басында ма, немесе өзің осы Жоқ. бала кезде ме? Жоқ, жылдың басында деп айтайын. Болды, сол жылдың басында болды, дайындаламын, бітті, құрсын бәрі деген кезде сөйтіп сондай қылдым. И бірден бардым, TikTok, Instagram'ды өшіп тастадым. Әлеуметтік желіде көп қолданылатын солар ғой. Кіріп кетсем бір сағат, 2 сағатта отырасың. Соны өшіп тастадым. Және де мынандай график болды. Дүйсенбіден сенбіге дейін толық дайындаламын. Жексенбі күні өзіме демалыс. Демалыс дегенде ол жерде телефон қарап, YouTube қарап, бір нәрсе қарап жатпай, отбасымен отырасың, далаға шығып қайтасың, жүріп қайтасың, қыздармен жүріп қайтасың деген сияқты сондай бір жарты бір күнімді соған арнайтын. Сол выгорание болып кетпес үшін. Енді осы жаңағыдай өзіңді шектедің ғой, былайша айтқанда уақытша. Енді қазір тек сен бір мектепте неше сынып бітірдіңдер? 5 сынып бітірдік, бір орыс сыныбы. 5 сынып. Сен өзіңді басқа сыныптың немесе өзіңнің құрбыларыңмен салыстырған кезде қаншалықты деңгейде болды? Олардың дайындалуы қандай болды? Немесе олардың дайындалу өздерінің жаңағы бір нәрседен шектеуі, немесе өзінің басқа курстарға барып дайындалуы, немесе өзі дайындалуы деген сияқты. Өзіңмен салыстырғанда қандай деңгейде? Біздің қыздарда болды, негізі 140, көбісі 140 курсымен дайындалды. Басқа курс алғандар да бар деген секілді. Олардың енді үйінде қалай дайындалғанын білмеймін. Бірақ енді мектепке келген кезде барлығымыз бірге отырып, сұрақ талдап, кітап оқып деген секілді. Сондай болатын, бір-бірімізге мотивация беріп, кезде әңгіме айтып кетесің, буфетке барып деген сияқты. Сондай болатын, бірақ енді шынымен жақсы дайындалды деп ойлаймын. Бірақ әрине қателіктер кеткен шығар, мүмкін әлеуметтік желілерде көп отырды, мүмкін уақыттарын тиімді пайдаланбады деген секілді. Бірақ жақсы алып жатыр олар, иә. Қазір енді осы ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша мақсатыңа жеттің. Иә. Енді осы өзіңе былайша айтқан кезде керек балды жинадың. Иә. Енді қазір енді сол бойынша арнайы осы кәсіби бағдар беру мамандары бойынша неге тапсырдыңдар ғой? Универлерге ме? Қай қалаларға? Осы нақты? Мен 4-еуінде Алматыға тапсырдым. Мен білдім Алматыға, бұрыннан ойлап жүргем Алматыға түсем деген секілді. Менде андай карта желания болатын. Армандар картасы деген секілді полкама іліп қоятын, сол жерде мен 135 аламын деп ойлайтын. И сосын Алматыда СДУ-дің суретін іліп қоятын, соған қарап отырып дайындаласың деген секілді. Сол 3-еуін СДУ-ға тапсырдым, 1-еуін Казнуға тапсырдым, Әл-Фараби. Енді бұл жерде сендер арнайы осы ОБТ-ға дайындаған 140 курсындағы мамандар ма? Немесе мектептегі, немесе өзің басқа әлеуметтік желідегі жаңағыдай кәсіби бағдар беруші мамандар бойынша жаңағы универлер таңдадыңдар ма? Жоғарғы оқу орындары? Мен шынымды айтайыншы, бірінші мамандық қана бізде 4 таңдау болса, жақсы бал алып тұрсаң, біріншіне түсесің деген секілді. Мен тек біріншісін ғана таңдадым. Мен екі шет тілін таңдадым. СДУ университетінен бұрыннан соны ойлап жүргем. Соны ғана таңдадым, қалғандарын жаза салдым. Енді осы СДУ дейміз ғой, Алматыдағы, жалпы еліміздегі, осы Азиядағы жақсы оқу орындарының бірі ғой, жоғарғы оқу орындарының. Сен осы таңдаған пән бойынша ол жаққа түскен кезде екінші шет тілге қай тілді таңдаған келеді? Немесе қай тілге қызығушылығың бар? Бізде негізінен 3 таңдау ғой деймін, қателеспесем, түрік тілі, қытай тілі және француз тілі. Мүмкін қытай тілі шығар, бірақ біз екінші курста таңдауға мүмкіндік береді. Сол екінші курста мүмкін қытай тілі таңдайтын шығар. Қытай тілі неге байланысты қызығушылық? Енді қазіргі таңда білеміз ғой, біздің қазіргі қолданып жүрген заттарымыз бар, немесе тұрмыстағы әртүрлі бұйымдарыңыздың барлығы Қытайдан шығады. Made in China. Енді Қытайдың тауарлары деп жатамыз. Немесе өзің ол жаққа барып білім алмастырғың келе ме? Немесе біреудің нұсқауымен ба? Жоқ, негізінен өте қызық тіл ғой. Қиын тіл, мойындау керек, қиын тіл, түрлі иероглифтер, түрлі түсініксіз болса да, енді маған өзіме қызық. Енді Азияның елі болғандықтан барып көргім келеді, саяхаттап көргім келеді. Үлкен жетілік елдердің біріне кіретін ел, мықты ел болғандықтан, көргім келеді өзім. Енді біз сен 11 жыл бойы басқа жаққа бір демалыс кездерде ол уақыттарды, ол сәттерді есептемеген кезде осы 11 жыл бойы білімді осы ауылда алдың. Осы ауданымызда, Майтөбе ауылында, осы Юрий Гагарин атындағы мектепте білім алдың. Енді осы балы бойынша алдағы уақытта қандай жоспарларың бар? Енді жаңа өзің айтып жатсың ғой, енді жаңағы армандар, мақсаттар сызбасы дейміз, жаңағыдай өзің арнайы саған шабыт беріп, мотивация беретін деген сияқты.
сол бойынша қандай алдағы уақытта жоспарларың бар? Сол жаңағы СДУ университетіне түскім келеді, түсетін шығармын құдай қаласа бұйырса. Одан кейін ол жақта да жақсы қызыл дипломмен аяқтағым келеді, жақсы адамдармен, жаңа орта, жаңа достар, түрлі мүмкіндіктер демекші. Барлығын толық пайдаланғым келеді, көргім келеді универдің өмірін. Яғни ол болады, бірақ сонымен қатар жақсы маман болып шыққым келеді. Әлемдік бәсекеге қабілетті маман болғым келеді. Себебі ағылшын тілімен үлкен мүмкіндіктер ашылады. Сонымен қатар сол академия белеспен мүмкін шетелге шығып көргім келеді, магистратура оқып, аспирантура, докторантура кете береді ғой қарай. Иә, бұл академиялық ұтқырлық дейміз ғой, жаңа басқа шетелдегі оқу орындармен байланысу арқылы білім саласында. Енді бұл жаңа сен сұхбат барысында айтып өттің ғой, осы ұбт-ға дайындалу барысында әлеуметтік желіні өшірдім дедің. Тек арнайы демалатын болсақ, оның өзі отбасымен бірге демалыс дедің. Немесе ол жаңағы білім алу, немесе шетелге барып оқу, немесе өз-өзіңді дамыту, бұның барлығы білім арқылы ғой. Мысалы, басқа оқушылар өзіне қажетті білімді басқа жақтан іздейді. Мысалы ретінде басқа жаққа шығу, немесе бір жаңа заттармен, дүниелермен танысу деген сияқты. Сен жаңағы әлеуметтік желілерді өшірдің, және осы арнайы пәндер бойынша кітаптармен дайындалдың. Жаңағы күндіз-түні жаңағыда оқып, қайталап деген сияқты. Жалпы өзіңнің кітап оқуға, немесе газетке, немесе журналға оқуға деген көзқарасың қандай? Күшті, керемет, маған ұнайды негізінен кітап оқыған, кішкентай кезден бастап. Журналистика қызыққам, негізі журналист болғым келген деп бәрін айта берсең, биохим деп атыр едім жаңа деп ше. Сосын журналист болғым келген, мектепте іс-шараларда бізде мынандай болады, парламент деген болады мектепте. Сол жақта президент болдым, сол кезде бізді жан-жаққа жіберетін, Мекемтас Мырзахметұлымен тілдесу деген секілді. Сол секілді іс-шараларға сұхбаттасуға жіберетін. Сол кезде бізде көп газет журналдардан оқитынбыз, оқитын адамдармен кездескен кезде күшті еді. Керемет сезім, шабыт сыйлайды, сол жалпы. Енді осы бұл жағы сен өзің айтып өткен Мекемтас Мырзахметұлдың өзің сол ауылдың тумасы, сол жақтан. Енді ол кісілердің кітаптарын оқығаннан бөлек, немесе сен жаңағы өзің арнайы дайындалған пәндердің кітаптарынан бөлек қандай кітаптарды оқығанды ұнатасың өзің? Қандай жанрда деп айтсақ болады, бір фантастикалық па, немесе өзіңе шабыт сыйлайтын кітаптар оқыған ұнай ма, мотивация береді? Негізінен көбінесе ағылшындық романдар ұнайды, көрініп тұрған шығар, ладно. Ағылшындық романдар ұнайды, қазақтың жазушыларын да оқи беремін, маған бір талғап қалғаным жоқ. Қандай бар, сондайды оқи беремін. Қызық болса болды деген секілді. Енді 11-ші сынып, былайша айтқанда, ересек өмірге деген дайындық қой. Енді жаңағыдай ұлдар ер жетеді, қыздар бой жетеді дейміз, барлығы жаңағыдай әлеуметтік желіні пайдаланады. Қазір білесің ғой, енді трендте жүрген нәрселерді жаңа TikTok'та барлығы түсіріп салғысы келеді. Және өзің мектепте оқығаннан кейін де білесің ғой, енді қай сыныптың оқушылары болмасын, қазір бастауыштан бастап жоғарғы сыныпқа дейін барлығының жаңағыдай өздерінің смартфон, телефондары бар, барлығы жаңағыдай пайдаланады. Немесе сабақ барысында жаңа өзің білетін үй тапсырмасын барлығын орындайды. Осы әлеуметтік желіге көзқарасың қандай? Қазір осы ұбт барлығын тапсырып болдыңдар. Енді содан кейін қайтадан қолға алдың ба әлеуметтік желіні? Немесе баяғыдай жабулы қазан сол күйі қалды ма? Негізінен әлеуметтік желі дегенде белгілі бір программалар болса, мейлінше тыйылған дұрыс 11-ші класста дайындалып жатқан кезде. Бірақ егер пайдалы болатын болса, мағлұмат іздеу деген секілді информация беретін жағдайлар болса, онда қолданған әрине дұрыс, сол пайдалы жағынан болса. Ал егер TikTok, Instagram, басқа деген секілді бос уақыт құртатын болса, онда тыйылған дұрыс. Бірақ енді болды, екінші ұбтын тапсырып болғаннан кейін опустошение болып қалды, былай қарап жатсаң. Енді не істеймін деген сияқты, менде 3 ай бар, 2 ай бар, универге барғанша, не істеймін деген секілді. Сол қазір қайтадан ағылшынды қолға алғым келіп жүр, мен IELTS тапсырғаннан кейін жарты жыл бойы былай ысырып қойдым да. Енді қайтадан қолға алып, қайтадан тапсырып көргім келеді, 7,5-8-ге мүмкін болса. Осы көбінше бала кезден ата-ана нұсқайды, жол көрсетеді, немесе бала оқушы өзі өскен кезде өзінің икеміне қарай пәнді таңдайды ғой. Сен осы жаңағы біріншісінде айтып өттің, бірінші жаңа химия, биология пән таңдаған келді деген сияқты. Осы кішкентай кезден ағылшынға қызығушылығыңды оятқан өміріңде кімді айтар едің?
негізінен ең бірінші мамамнан бастағым келді, анамнан. Негізінен ағылшын пәні мұғалімі ол оқыған. Білмеймін, солай келе жатқан шығар. Кішкентай кезімнен бастап солай кітаптарды оқыған кезде ол кісі сонда ағылшын тіл пәні мұғалімі? Иә. Негізі мамандығы сол бойынша бітірген. Сондықтан кішкене маған қолдау көрсетті. Кішкентай кезінде енді ағылшынша біліп тумайсың ғой. Иә. Түсінбеген жерлерді көмектесіп деген секілді. Одан кейін ұстаздарымыз бар мектептегі ағылшын тілінен қызығушылығымызды оятқан. Одан кейін түрлі курстарға бардым. Кішкентай кезде 7 жасар мама папаның қолдауымен деп айтайыншы, үнемі курстарға беретін. Мен даже физиканың курсына барғам, маған қатысы жоқ болса да физикадан курсқа барып жүргем. Сол түрлі жан-жағынан қолдаған бірінші ата-анам деп айта алар едім. Одан кейін ұстаздарым, үшінші және қасымда жүрген адамдар шығар. Ниеттері түзу, жақсы адамдар болғаннан кейін бірге қолдап. Енді ата-анаң сені кішкентай кезіңнен бастап барлық қандай жақсы нәрсе бар, білім саласына қатысы болсын, немесе өзіңді жеке дамытуға қатысы, соның барлығына қатыстырды деп жатсың ғой. Бұл 137 балл деген соның нәтижесі деп айтсақ болады. Енді осы бойынша қазір әлеуметтік желіде жаңа трендті қайталап түсіреді ғой жастардың барлығы. Оның барлығы негізінде бір адамнан шығады. Солай таралады. Жаңа қызығушылық оянады деген сияқты. Немесе қандай салаға болмасын адамның өзінің бір өзін жеке дамытқан, немесе өзін жақсы көрсеткен бір үлгі алатын бір адам болады ғой өмірде. Сенің өмірде кімнен үлгі алатын едің өзің? Осы елімізде деп айтайық. Өзі ата-анаңнан бөлек. Осы салаға қатысты болсын, немесе басқа бір кәсіпкерлік жағынан болсын елімізде. Немесе ұстаздарыңа ма, немесе өзің жаңағы курста саған үйреткен, жаңағы білімді ұстаздарыңнан үлгі, солар секілді болғың келеді ме деген сияқты. Шынымды айтайыншы, мен ағылшын тілін оқып бастаған кезде Аружан Алимбетова деген блогерді қарайтынмын ютубта, неден қызығатынмын соған, кәдімгідей мәз сондай болғым келеді деген секілді. Сол шығар, сол кісіден қазір ол кісі Дубайда тұрады, бортсерік болып жұмыс жасайды, қателеспесем. Қызығасың ғой, ағылшын тілі деңгейі қандай күшті, мен де осындай болғым келеді деген секілді. Ең бірінші қызығушылық сол кісіден басталды. Одан кейін айналамдағы негізі үлгі алатын тұлғалар өте көп. Сол. Енді көбінесе жастардың қазіргі бос уақытта пайдаланатын, уақытын өткізетін дүниелері барлығы телефонмен байланысты ғой. Жаңағы TikTok түсіреді, немесе басқа бір өзіне қажетті мәліметтерді YouTube'тан қарайды деген сияқты әлеуметтік желілерден. Сен көбінесе бос уақыттарыңды қалай өткізесің? Енді бұл бізде білесің ғой, енді бұл ауданымыз таудың етегінде болғанын, табиғат бізде жақсы, жаңағы табиғи ресурстардың біраз бізде бар, немесе жеміс жидектеріміз де жақсы деген сияқты. Енді ауыл аймақ болғаннан кейін көбінесе бос уақытыңды қалай өткізесің? Егер дәл ұбт-ға дайындалып жүрген кездерде болса, мен көбіне сыртқа шығып қайтатынмын, қыздармен жүріп қайтатынмын, кішкене таза ауада жүріп деген секілді. Себебі 10 сағат, 12 сағат бойы компьютердің алдында, кітаптың алдында бүкірейіп отыра бергеннен кейін уже шаршап қаласың, организм де шаршайды, салмақ тастайсың, жүдеп кетесің деген секілді нәрселер болады. Ал қазір болатын болса, мен көбіне отбасымен болғым келеді. Себебі бір жарым айдан кейін уже мен кетемін Алматыға, жарты жылдан кейін, 1 жылдан кейін қайтып келемін деген сияқты. Сол үшін көбіне отбасымен уақыт өткізгім келіп жүр. Қазір соңғы уақытта солай болып жүр. Ең жақын адамдар сол кісілер болғаннан кейін солармен көңіл алмасып, солармен әңгімелесіп, оқу орнына барғанша. Енді өзіңе хоббиің қандай? Енді бізде көбінесе барлығы айтады ғой, бір кітап оқығым келеді деп жатады. Енді сен осы таңдау пәнің бойынша ма, немесе басқа өзіңнен қандай осы білім алудан басқа қандай хоббиларың бар? Ой, өте көп. Осы дайындалып отқан кезде ойлайсың, қазір барып кино көрсем, жатып алып кино көрсем, сериал көрсем дейтін сияқты. Кино көргенін айтып, бір жағынан білмеймін, бір хобби деп айта алмаймын, бірақ енді бос уақытты өткізген деген секілді. Жақсы мағыналы фильмдер болса, соны қараған ұнайды. Сонымен қатар суре салған ұнайды, көбіне бос уақытын солай өткіземін. Және де түрлі информацияларды қараған ұнайды. Жаңалықтар деген секілді. Географиялық жағынан, тарихи жағынан мағлұматтарды іздеп, қарап деген секілді. Кітапта болмайтын нәрселерді іздеп қараған ұнайды. Бізде енді көбінесе жаңағы дайындық барысында бір серігі болу үшін спортпен шұғылданатындар бар, жаңағы уақыт өткізіп, арнайы бір спорттың түрімен, бір ойынымен. Немесе бір оқушылардан естіп жатамыз, бір өнерге қатысы бар, мысалы ән айтқысы келеді, немесе бір арнайы бір аспапта ойнайды. Сенің оған деген
қабілетің бар ма бір аспап ойнауға немесе ән айтуға? Домбырадан ойнай алатын едім негізінен, бірақ білмеймін қазір ұмытып қалған сияқтымын. Тестке дайындалып. Иә, уже біраз уақыт болды деген секілді, қолың кішкене есеп қалады. Сол жаңа спорт сөйлемекші, біз мектепте қыздармен қоңырау сайын 15 минуттық, 25 минуттық ағай доп беріңізші дейміз, далаға шығып волейбол ойнайтынбыз. Ұнайтын уақытымызды өткізіп деген секілді сыртта кішкене көзімізге сергіп, эмоциялар шығарып. Иә, ортаға біреуді қойып ұрып. Иә. Бізде енді сұхбаттың барысында керемет сұрақтарымыз қойылып жатыр ғой, жеке өміріңе қатысты болмасын, немесе осы арнайы саған білім берген орталықтарда, мектептеріңде айтып жатырық. Енді қай жаста болмасын, әр адамның өз түсінігі бар ғой. Біз енді кейде қазір бұрынғы уақытпен салыстырғанда қазір жастарға өте көп көңіл бөліп жатыр ғой. Жаңағыда мысалы ретінде айтқан кезде оқушыларды көтерудің бір себебі мектеп парламенті деген бар ғой. Жаңа сен өзің мектепте оқыған, білім алған кезде мектеп президенті деген бар. Немесе әртүрлі салаларға бөліп тастайды ғой. Мысалы экология министрі деген сияқты, көп сондай. Сен жаңағы сол бойынша айтып өтсең, мектептегі сенің қабілетің қандай болды мектепте? Жақсы болды негізінен. Бұрыннан бері жарыстарға қатысып, облыстан, республикадан орын алып жүрдік. Одан кейін мектеп парламентінде болдым, президент болдым. Жаңағыдай іс-шараларға қатыстық түрлі. Өзімізде ұйымдастырдық. Бізге 10-шы сыныпта, 9-шы сыныпта жауапкершілік береді. Концерттер ұйымдастыру, іс-шаралар деген секілді. Қызық қой, класстастармен бірге отырып, жасап, сценарийін құрып деген секілді. Сондай ұйымдастырып тұратынбыз іс-шараларды. Ол да үлкен көмегін тигізген шығар бәлкім. Бұл енді ертең сен бір оқу орнына барған кезде, ол жерде дәл мектептегідей бағдарлама болады, жаңағыдай. Бір концерттерді ұйымдастыру деген сол кезде пайдасын тигізеді деп ойлайсың ба өзің? Иә, ойлаймын. Бұл жерде андай ғой, communication, адамдармен қарым-қатынас та. Ұстаздармен сөйлесу, достармен сөйлесу деген секілді. Жаңа ортаға барғаннан кейін сен бәрібір жаңа адамдармен танысуың керек болады. Бұл қабілет қажет болады, үлкен көмегін тигізетін шығар. Мұғалімдер жаңа ортаға барғанда сен өз-өзіңді айтып тұрмасаң, тұйық болып отырсаң, ешкім танымай қалады деген секілді ғой. Сол. Енді осы жерде Алтынай саған бір сұрақ, сенің өмірдің мәні не деп ойлайсың өзің? Өмірдің мәні сен үшін? Бір жыл бұрын ұбт болған негізі. Қазір универді жақсы аяқтап, жақсы маман болу, жаңа ортамды табу, тек қана бір саламен ғана шектеліп қалмай, түрлі салада өзім байқап көргім келеді. Тек болды, тіл оқимын, болды, бітті емес. Түрлі бағыттарда барып көргім келеді. Сол сынап көргім келеді, тек бір жерде тоқтап қалмай, өмірдің ағысымен түрлі жақтарды көргім келеді. Енді біздің бұрынғы ата-бабаларымыздың мысалы тілдесуінде немесе сұхбаттасуларын қарайтын болсақ, оның барлығы көбіне ауызекі тілде немесе қағаз жүзінде жеткен. Мысалы оның сақталуда ұрпақтан ұрпаққа қалуы қиын ғой. Енді бұл біздің ауданымыздағы жаңа YouTube арна болғаннан кейін бұл нәсіп етсе мәңгілік қалады деген ниетіміз бар. Сен сондықтан арнайы осы қазір кейінгі жылдары ұбт тапсыратын өзіңнің былайша айтқан кезде інілеріңе, сіңілеріңе, бауырларыңа қандай бір керемет естелік айтар едің? Немесе қандай бір керемет ақыл айтар едің? Жалпы негізінен ұбт-ға дайындалмас бұрында жалпы өмірде қажет болады. Қарапайым болу керек, адамгершіліктерің мол болғаны дұрыс. Себебі қанша жақсы болды мен жеткілікті алдым десең де, асып тасымау керек, қарапайымдылықты сақтау керек секілді ең біріншіден. Ал одан кейін осы әрине қиын болады негізі. Болды, университетте қиын болады, ұбт тапсыру да қиын, университетте қиын, жұмыста да бәлкім қиын болар. Бірақ соның барлығына төзе білу керек, себебі оның бәрі уақытша қиындықтар. Сондықтан бір жыл, 2 жыл уақыттарыңды осыған арнасаңдар, ештеңе өзгеріп кетпейді, бәрі сол орнында. 1-2 дискотекаға бармай қалсаңдар ештеңе етпейді. Зато сендер жақсы бола аласыңдар, өздеріңе келесіде 5 миллион, 6 миллион, солай миллиондап универге ақша төлегенше грантта тегін оқуларыңа септігін тигізеді. Сондықтан ешқашан ерінбеңдер, талмаңдар, ары қарай жалғастыра беріңдер оқуларыңды, жақсы адамдарға ілесіп, жақсы ортамен араласуға тырысыңдар. Ол үлкен
әсер етеді, рөл ойнайды. Жақсы ортаң болса, ол адамдар да жақсы, сен де жақсы деген секілді. Сол тек қана уақытша қиындықтарға берілмеңдер. Бізде енді осы ұбт бойынша немесе әртүрлі салада жетістікке жеткен адамдарды қазір осы әлеуметтік желі арқылы көреміз ғой. Мысалы басқа елден, шет елдің азаматтары болсын, немесе осы еліміздегі әр саланың мамандарын осы желі арқылы көреміз. Неге біз бүгін арнайы төрімізге осы ұбт-дан жоғарғы балды жинаған азаматша деп, біздің осы болашақтағы жақсы маман деп арнайы төрімізге сені шақырып отырмыз. Келгеніңе көп рахмет. Алдағы уақытта жоғарғы оқу орнына грантқа түсіп кетуіңе тілектеспіз, түсіп кетеді деп ойлаймыз. Осы еліміздің, осы ауданымыздың атын жақсы жағынан шығаратын жақсы маман иесі болуыңа тілектеспіз. Құрметті көрермендер, арнайы бүгінгі сұхбатымызға лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Бексұлтан Алтынай, рахмет. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Қанша уақыт болды? Рахмет. Жақсы. Шүкір. Жақсы болды ма өзің?